Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлфия Чинтемирова, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып салық формасы. 2021 жылдан бастап YouTube салық формасын толтыру керек деп міндет қойды. Яғни барлық ютуберлер монетизация қосқаннан кейін салық формасын толтыру керек. Егер салық формасы дұрыс толтырылса, Қазақстан мемлекеті үшін ютубтан түскен ай сайынғы табыстан 10% алып қалады. Ал егер салық формасы толтырылмаса және өткізілмесе, онда ай сайынғы табыстан 30% алып қалуы мүмкін. Бірақ салық формасын толтырған кезде де көптеген қателіктер болуы мүмкін, және салық формасы өтпей, статус деген жер на рассмотрение болып қалуы мүмкін. Егер сіз салық формасын толтырғаннан кейін 1-2 күннің ішінде статус одобрено болса, онда барлығы дұрыс. Егер салық формасы толтырғаннан кейін на рассмотрение деген статус шықса, онда дұрыс емес, және сіздің ай сайынғы жалақыңыздан 30% ұстап қалуы мүмкін. Сонымен қатар қосымша құжаттар сұратуы мүмкін. Тағы да мүлдем сіздің ай сайынғы табысыңызды тоқтатып тастауы мүмкін. Жақында менің шәкіртімде сондай жағдай болды. Яғни салық формасын барлығын дұрыс толтырады, жібереді, бірақ сонда да қайта-қайта на рассмотрение статусы шығып, YouTube қандай да бір қателікті тауып, соның арқасында ай сайын табысын тоқтап тастаған болатын. Кейін қайтадан өзгертіп жіберген кезде ай сайын табысынан 30% ұстайды деген хабарлама келді. Енді сондай жағдай болмас үшін, яғни сондай қателік сізде де болып жатса, не істеу керек? Сол туралы қазір сіздерге толығырақ айтатын боламын. Ал енді қараңыздар, қазір мен өзімнің салық формама кірем. Мен 2021 жылы толтырғанмын. Ол кезде біз барлығын орыс тілінде толтырған болатынбыз. Яғни қазіргідей өзгеріс енгізілмеген болатын. Яғни мен сіздерге өзімнің салық формамды көрсетемін. Міне Google AdSense-ке кіреміз. Осы жерде платежи деген жерге кіресіздер. Және төмен түссеңіздер, управление настройками деген жер бар, сол жерге кіресіздер. Міне мына жерде формасы налоговой информация деген жер бар. Осы салық формасы. Осы жерде мен 2021 жылы толтырған болатынмын, және барлығы дұрыс, яғни одобрено болып, қазір мен өзімнің ай сайынғы табысымды алып жүрмін. Қазір мен сіздерге мына карандашты басып, толығымен көрсетемін. Изменение деп бассай. Бұл жерде мен сіздерге салық формасын толтырып көрсетпеймін. Тек қана сіздерге көрсеткім келген нәрсе, яғни қандай қателік болуы мүмкін. Егер салық формасы мына жерде статуста на рассмотрение болса, сіздерде қосымша құжаттар сұратса, міне қазір мен шәкіртіме келген хаттарды көрсетемін сіздерге. Міне шәкіртіме осындай хаттар келді, яғни салық формасын қайтадан толтырыңыз деген, қайтадан толтырса ай сайынғы табысын тоқтатып тастады. Сонымен қатар қосымша құжаттар сұратты. Ол қосымша құжаттардың барлығын жібергенімен ешқандай нәтиже болмады. Қайта-қайта қосымша құжаттар сұрата берді. Сонымен қатар мүлдем табысты тоқтатып тастады. Міне құжаттардың толық тізімі. Егер сіздерге шәкіртіме келген сияқты хабарлама келсе, және мына жердегі статус на рассмотрение болса, қосымша құжаттар сұратса, онда сіздер барлығын қайтадан өзгертіп жібересіздер. Яғни мына жерде барлық салық формасын ағылшын тілінде толтырасыздар, және де постоянный адрес деген жерде де ағылшын тілінде толтырасыздар. Содан кейін бұл жердегі сіздердің қателік ол Google AdSense-те болуы мүмкін. Яғни міне налоговый формадан шығайық. Қазір мен сіздерге көрсетем. Яғни Google AdSense-ті көрсетем. Міне Google AdSense-қа кірдік. Осы Google AdSense төменге түссеңіздер, платежный профиль деген жер бар. Осы жерде мен наименование, адрес деген жерді тексересіздер. Егер сіздерде осы жерде барлығы орыс тілінде жазылса, онда мына карандашты басып, наименование и адрес деген жерді ағылшын тілінде толтырасыз. Яғни салық формасында қалай жаздыңыз адресті, тура солай осы платежный профиль деген жердегі адреске жазасыздар. Яғни барлық ағылшын тілінде болу керек.
яғни ағылшын тілінде жазып сақтағаннан кейін жаңағы салық формасын толтырып ағылшын тілінде жібересіз, және 1-2 күн ішінде сіздің салық формаңыз одобрено деп шығу керек. Яғни мен шәкіртімде сол қателік болды. Осы Google AdSense-тегі адрес орыс тілінде және салық формасындағы адрес ағылшын тілінде болғандықтан YouTube салық формасын қабылдамай қойды. Енді осы видео сіздерге көмегін тигізеді деп ойлаймын. Қандай да бір көмегін тигізсе, видеоның астына комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Және де каналыма тіркеліп алыңыздар. Болашақта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Тағы айта кететін нәрсе, егер YouTube бойынша сұрақтарыңыз болса да, комментарийге жазыңыздар, мен сол сұрақтар бойынша міндетті түрде видеолар түсіретін боламын. Баршаңызға рахмет, барлықтарыңыз табысты ютубер болыңыздар.